Бүгінгі топтамадан көретіндеріңіз. 202 төмен түсіп Макашевдан бұрылып, ана новостройка деген жерден тұрдым. Сол жерде остановка болу керек, потому что қанша халық тұрады сол жерде. 202 автобусқа қала ішінде неліктен тоқтауға болмайды? Халық неге наразы? Қаскелен қаласының тұрғындарынан кішкене шыдамдылық сұраймыз. Көп ренжімеңіздер, халыққа су берсек деген ойымыз бар. Қаскеленнің кей көшелерінде су жоқ. Оған не себеп? Сам проект направлен на то, что мы помогаем безработным женщинам найти себя в бизнесе. Ауыл әйелдері де кәсіпкер болуды армандайды. Оларға кім көмектеседі? Дәл осы сәтте Бесраға ақша салу үшін кредит алып, ломбардқа алтынын өткізіп, көлік үйлерін сатып жатқан адамдар көп. Қаржылық пирамиданың құрығына түскендер көбейіп барады. Олар жайлы не білеміз? Димаштан бата алған бала, кішкентай өнерпаз аудан абыройын арттырды. Уже ертең барсаң, уже бірмеше күн 6000. Қала базарында не қымбаттады? Біздің сауалнама. 202 автобустардың жүре бастағанына жарты жылдан асты. Қазіргі таңда қарасайлықтар бұл қоғамдық көлікке әбден үйренген. Дегенмен қала ішіндегі аялдамалардың жоқтығы автобустардың алдағы уақыттағы жұмысына кедергі келтіруде. Айта кетсек, бұл көліктер халық сұранысына сай 2018 жылдың желтоқсанынан бастап іске кіріскен. Сайран Үшқоңыр автобекет аралығында қатынайтын нөмір 202 маршрутты автобустар таңғы сағат 5:40-тан түнгі сағат 23:30 аралығында Алматы мен Қаскелең арасын жалғап жүр. Ең бастысы және тиімдісі мұнда оңай арқылы 80 теңге төлеп, алаңсыз алып мегаполиске жетесіз. Ал қолма-қол ақшамен төлеу құны 150 теңге. Маршрутты іске қосқан Алматы Электротранс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Қоғамдық көлік бүгінде қарасайлықтардың көңілінен шығып жүр. Көбірек шығарсын, өйткені біз очень довольны болып жүрміз қазір мына автобуспен. Уақытымен жүреді. Ешқандай анау мыналар тұрады ғой, маршруткалар. Қанша уақыт тұрады, қаншама. Бұлар молодец. Отырды, кетті, жүреді. И вообще қандай молодец. Осындай автобус көбірек, бірақ үлкейту керек. И кондиционер жоқ. Қалғандары бәрі керемет. Сонымен қатар осы көліктердің жүре бастауына ықпалы тиген Үшқоңыр автобекеті әкімшілігі де нөмір 202 автобустардың көпшілікке қолайлылығын алға тартады. Оңай карточкасымен жүріп жатыр, өте ыңғайлы. Студенттер көп, ары-бері жүретін күнделікті. Енді біз қазір бұл автобус біздің территориямызға кіріп жүр. Осы жерде тұрады, осы жерден халықты алып тасып жүр, қалаға қарап. Болашақта біз Қазавтожолға өтініш жазғанбыз. Жолдың бойынан, көріп тұрсаңыздар, трассаның бойынан бір екі жағынан кармашка жасап, остановочный и пешеходный мост қояды. Оған проекттерін бәрін сыздық, осы 2019-дың аяғына таман подрядчиктерге беріледі деді. Дегенмен жайлы көлікке әбден үйренген халық енді автобустарды үлкейтуді сұрап отыр. Сонымен қатар Қаскелеңге кіргеннен нақты аялдамалардың жоқтығы жолаушылар мен тұрғындар арасында түсініспеушілік туғыза бастаған. Кейде тоқтамай өтіп кетеді, поэтому лучше хотя бы знак қою керек, вот здесь остановка есть деп. И яғни ыстық автобус таңертең мінгенде толып келеді. Потому что маленький. Утром вообще не хватает. А вечером тоже не хватает. Ну вот в день, вот в час, 12, они пустые. Ол гәп жоқ оған. 202 төмен түсіп Макашевдан бұрылып, ана новостройка деген жерден тұрдым. Сол жерде остановка болу керек, потому что қанша халық тұрады сол жерде. Даже асфальт істелінген, Почему сол жерде бірде тоқтайды, бірде тоқтамайды? А почему-то балалар жүгіріп шығады футболдан, олар мініп кетеді, остановкада тұрған жительдер отыра алмай қалады. Қаскеленнің жолаушыларының бәрі без остановка тұрады, қалаған жерінде. 10 адам, 20 адам сайын остановка тоқтатады бізді. А біз оған тоқтай берейін десек, бізде уақыт шектеулі негізінде. А оған тоқтамай кетеміз, кейбір кезде өзіміздің белгілеп қойған остановкаларымыз бар, аялдамаларымыз. Сол жерге тоқтаймыз, сол жердегі адамдарды аламыз да кетеміз. Арттағы адамдар қалады. Сөйтіп артымыздан паркке звондайды, тоқтамай кетті деп. Екі ортада бізге шара қолданып жатыр да парк. Ара қашықтығы мен білуімше 15 минут деймін, бірақ 15 минутта адам көп толып қалады. Біз енді қазір алдында бір өтініш жасағанбыз осы компания, осы 202-ның басшыларына үлкендегі автобус қойыңыздар деп. Өйткені адам симай жатыр. Маршрут бойынша Сайраннан шыққан автобустар Үшқоңыр автобекетіне барып, қайтар жолда Қаскелең қаласының Жанғозин, Наурызбай Батыр көшелерін басып өтеді. Түсірілім барысында бізде жағдайды өз көзімізбен көрдік. Мына біздің Макашева көшеміз, Қарасай ауданы.
Осы жерден біздерге басталады. Жолаушылар қол көтереді, остановка жоқ, әр жерден тоқтатады. Біз Қарасай такси болып кетеміз. Ішке кіргеннен Қаскелеңге. Бізге осы остановка жасамаса да, хотя остановканың суретін қойып берсе, анау знагын. Міне басталды ке, мінекей. Ар жағында тағы тұрғанда адамдар. Мына жерге бір остановка қойып берсе бізге, осы жерге. Сосын анау жаржаның жанында бар. Сол жерге қойып берсе, мына осылай тоқтап жүреміз. Қарасай такси болып кетеміз ғой мұнда. Анау қай жеріне тұрамыз мұнда? Остановкаға. Остановкаға келдім, бірақ жоқ тұратын жер. Осы мұнда жарайды, автобуста өткесін такси қойып алады мұнда, такси. Қазір жоқ, час пик кезінде тұра алмаймыз мына жерге. Мына жаңа больницадағы остановканы бір реттеп берсе, бір тұратын қылып, сосын мына алдымызда мешітте тұрамыз біз, остановкамыз. Мына адамдар үйінен шығады, тоқтата береді. Бізге тоқтауға болмайды уже. Бүгін тоқтасақ, ертең тағы тоқтау керек болады мыналарға ше. Алдымызда қазір мешітте деп белгілеп қойып, сол жерге тұрамыз. Сол жерге бізге остановканың несін қойып берсе мына кармашкеге. Мінекей мына жерге. Вот напротив мешітке мында. Осы жерге бір остановканың табличкасын қойып берсе, белгілеп. Осы Қаскелеңге кіреміз. Қаскелеңге кіргеннен, Қаскелеңге шығып кеткенше басымызды ортады халықшы. Ана жерде тұрмайсың, мына жерде тұрмайсың. Біз белгілегенбіз, мынау светофордан өткесін, остановка жоқ. Осы жерге тұрады, артымыздан заявление жазады біздердің. Ол заявление біздердің премиямызды қырқады, ол заявлениеден. Мынау баня деген остановкамыз осы жерге келіп тұру керек. Вот мынау Мира Чмалганский, ол енді Союздан қалған остановкамыз бұл. Барады. Осы жерден мінсеңіз болады. Алдымызда ГАИ менен, новостройка менен Чмалганский светофорның ортасына бір остановка қойып берсе бізге дұрыс болар еді. Неге десең, мына завод бар мына жерде, молочный. Сол жерден адамдар шығады, ана охотадан шығады. Кафе бар, страховка бар, садик бар. Осы жерге бір остановка жасап берсе мында. Осы жерлерге. Жол азабын тартқан білер дегендей, қала ішімен бірге жүріп өткен соң мәселенің мәнісін түсіндік. Жүргізуші мен жолаушының жанайқайын аудандық әкімдікке қарасты тиісті бөлім басшылығына жеткіздік. Жағдайға қатысты аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Айбар Жақанбаев былай деп жауап берді. По Каскелену мы сейчас планируем заявку в областной бюджет подали на обустройство остановочных комплексов. Новую установка остановочных объектов. На сегодняшний день ждем бюджетные средства на разработку ПСД, проектно-сметной документации, на обустройство остановочных комплексов. По нормам, по стандартам остановки от 350 метров до 600 метров, мы пока на стадии разработки, мы будем остановочные комплексы просто обозначать знаками остановки по улице Жангозина именно. Жангозина и Наурызбай, Батыра, Макашева и так далее, и другие улицы. Где-то до сентября мы уже определимся с местами и остановочные знаки обустроим. Сонымен, болашақта бұл мәселе оң шешімін табады деп үміттенеміз. Сөз соңында оған дейін жүргізушілерге шыдамдылық, жолаушыларға сабырлық тілегіміз келеді. Бүгінгі таңда Қаскелең жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қаскелең қаласы тұрғындарының 90%-ын тіршілік нәрімен қамтамасыз етіп отыр. Қалаға 22 ұңғым арқылы су беріледі. Оның ішінде 5-еуі басты су жинақталатын жерде, 17-сі жеке орналасқан. Шаһар бойынша ауыз су құбырының ұзындығы 126,3 шақырымға жетеді. Кәсіпорын 14.146 жеке тұлғаға және 545 мекеме мен ұйымға қызмет етеді. Қазіргі уақытта аталған мекеме су құбырларын жаңарту бойынша бірқатар жұмыстар атқарып жатыр. Қаскелең қаласындағы көптемгі водопровод жұмыстар жүргізіліп жатыр да. Мынау жаз кезінде, мынау көп халықтың пайдасына шешілуге, бұл көп болған ғой тұрғындардың неге салынғандарына. Біз соны халық үшін су Қаскелеңде кішкене проблема болып жатыр, соны суды жаз кезінде ауыстырсақ деп жатырмыз. Қаскелең қаласының тұрғындарынан кішкене шыдамдылық сұраймыз.
көп ренжімеңіздер, сол халыққа су берсек деген ойымыз бар. Енді бұл Сарқырама көшесі, оның кейін Алтын ауыл жақтағы переулок Алтын ауыл деген бар, сол жақта жүргізіп жатырмыз. Мына верхний часть дейді ғой, сол қалада. Ол жақта да 1 километр 300 метрдей пластиковый трубамен жүргізіп жатыр ол жақта да. Мынау ауа райының қолайсыздығына ыстық болғаннан кейін кейде перебойлар болады, кейде светтер өшіп қалады, жарық өшіп қалады. Сол кезде кішкене су проблема болып жатыр. Мынандай су болмай жатқан күндерде диспетчерский служба бар, 2-22-65 телефондарға звондауыңызға болады. Круглосуточно диспетчерский служба жұмыс істеп жатыр. Енді ауылдағы қыз-келіншектердің де үй шаруасында отырып қалмай, өз істерін дөңгелетіп әкетуге мүмкіндігі бар. Бұл мүмкіндікті Атамекен ұлттық кәсіпкерлерді қолдау палатасының ұйытқы болуымен әлеуметтік динамика қоғамдық қоры ұсынып отыр. 18 шілдеде Қаскелен қаласындағы бизнес-клуб жиын-жайында ұйымдастырылған семинар барысында осы мәселелер кеңінен талқыланды. Аталған қоғамдық қордың үйлестірушісі Майра Жалимбетованың айтуынша, Coca-Cola белестері жобасы бүкіл Қазақстандағы әйелдерге бизнес-тренингтерге қатысу, қаржылық білім мен дағдылар алу, пікірлестер мен тәлімгерлер тарапынан кеңес алу, сондай-ақ алғашқы қаржылық қолдау алу мүмкіндіктерін ұсыну арқылы бизнеске тартуға бағытталған. 2012 жылдан бастап жүзеге аса бастаған жоба аясында бүгінде Алматы облысы көлемінде 51 әйел өз кәсібін ашқан. Сам проект направлен на то, что мы помогаем безработным женщинам найти себя в бизнесе, успешно реализоваться и поднять уровень прожиточной своей семьи. Всем известно, что женщинам всегда было более сложно продвигаться в бизнесе, и найти какое-то финансирование дополнительно тоже достаточно нелегко. Так вот, такие программы грантовые, они именно рассчитаны на то, что женщина может поучаствовать в конкурсе, найти дополнительное субсидирование для своего проекта, при том, что деньги будут невозвратные и будут полностью реализованы в проекте. Coca-Cola белестері жобасы 2 кезеңнен тұрады. Арнайы сайтта 10 қыркүйекке дейін тіркеліп, өзінің бизнес жоспарын жолдаған қыз-келіншектердің $4000 көлемінде грант ұтып алуға әбден мүмкіндігі бар. Сондықтан семинарға қатысқан нәзік жандылар осындай шаралардың пайдасы зор екенін алға тартады. Мен Қарасай ауданының тұрғынымын, жеке кәсіпкермін. Өткен жылы өзімнің клиниктік компаниямды аштым. ИП Каскелен деп аталады. Біз Қарасай ауданының тұрғындарына үй жинау, тазалау, мебельдарды, жиһаздарды химиялық тазартумен және ғимараттарды дезинфекция және ароматизация жасаумен айналысамыз. Осындай бағдарламалар арқылы өзіме грант ұтып алып, өзімнің компаниямды одан ары өркендетіп дамытқым келеді. Осындай басқосулар алдағы уақытта облыс көлемінде бірқатар қалалар мен ауылдарда өтеді деп жоспарлануда. Оңай олжаға кім кенелгісі келмесін. Әсіресе алма піс, аузыма түс деп жата тұра тіршілікте тарықпауды армандайтындар үшін қаржы пирамидалары алтын көмбе тәрізді. Мысалы, талай елде салымшыларын алдап соққан Койстра компаниясының назарынан Қазақстанда тыс қалмаған. Бұл қаржы пирамидасы бастапқыда инвестициялық компания ретінде танылған болатын. Жағымды пайыздық мөлшерлеме ұсыну арқылы қарапайым халықты қызықтырды. Дегенмен оның да өз алаяқтық әдісі бар. Бастапқыда айына 2 реттен 7-8% көлемде сыйақы төленеді. Инвестор болғысы келген адамдардың саны артып, құйылған қаржы көбейген соң, компания өзінің жұмысқа әрекетіне көшеді. Өзінің инвестициялық компания екенін жұртты сендіру мақсатында уәдені үйіп төгеді. Салымшыларды байлыққа батасың деп сендіріп, қызықтыратын түрлі үстеме пайызды инвестициялық пакет ұсынады. Салған қаражатыңыздың көлемі ұлғайған сайын сізге түсуі тиісті табыс та еселенеді. Тек қағаз жүзінде, бірақ салымшы оны ескермейді. Жарнамада жазылған мыңдаған евроны қалтасына түскендей көріп, алданып отыра береді. Соңынан салымшылардан жиналған ақшаны офшор компаниялардың есепшотына аударып, өздерін банкрот жариялайды. Бұл компанияның алаяқтық әрекетінен билік өкілдері де хабардар. Тіпті мәжіліс депутаты Бекболат Тілеухан да кезінде палатаның пленарлық отырысында осы қаржы пирамидасының халыққа келтірген зияны жайлы дабыл қаққаны есімізде. Қаншама халықтың ақшасы шетелге асып, ізғайым жоғалып жатыр. Бұған кім жауап береді? Онсыз өзі кризис болып жатқан кезде әр азамат өз қолымен ақшаның дефицитін жасап жатыр. Бұл компаниялардың бәрі заңсыз. Қазақстанға бір тиын салық төлемейді. Шетелдіктер бізге ақша бермейді, бізден ақшаны алып кетіп жатыр. Осыны түсінуіміз керек негізі. Бұған дейін де Helix, Dels Capital, Indigo деген секілді компаниялар болды. Пайдан табасың, тек ақшаңда келсең болды деді, миллиардтаған теңгені халықтан жинап алды, жауып қалды. Солардың соңынан тергеу жүргізген біреу бар ма? Бар болса, неге оны әшкересін шығармаймыз? Дәл осы сәтте Квестраға ақша салу үшін кредит алып, ломбардқа алтынын өткізіп, көлік үйлерін сатып жатқан адамдар көп. Әніміне дегенде енді Квестрамызда жабылып қалады, түсінікті, үрленген шар секілді жарылады. Ақырында инсульт алған, инфаркт алған ағайын қалады. Сосын кім жаман, үкімет жаман болады.
Себебі бұндай қаржылық компаниялар тексеру керек еді, тоқтату керек еді, халықты қаржылық сауаттандыру керек еді. Ресми емес деректерге сенсек, 2015 жылы құрылған Коэстра холдинг компаниясы да Виргин аралдарында тіркелген. Офшорлық мүмкіндіктерді беретін елдер өз аумағында тіркелген компаниялар туралы ақпаратты ешкіммен бөліспейді. Сондықтан ашық дерек көздерде бұл қаржы пирамидасы туралы толық мәлімет жоқтың қасы. Еуропаның Бельгия, Аустрия, Чехия, Словения және Ұлыбритания сынды елдерінде компания әрекеті ресми тоқтатылған. Ал Қазақстанда әзірге еліміздің бас прокуратурасының ескертуімен шектеліп отыр. Прокурорлар қазіргі таңда қаржы пирамидаларынан зардап шеккендер санын анықтау мүмкін емес дейді. Себебі сенімсіз болса да, жеңіл пайданың соңына жүгірушілердің қатары арта түсуде. Әрине, Коэстра қазақстандықтарды тақырға отырғызған бірінші қаржы пирамидасы емес екені айдан анық. Тіпті баспанасынан айырылып, несиеге батқандар қаншама. Өкініштісі, солардың жағдайын көріп отырса да, бұл өзгелерге сабақ болмай келеді. Қалбибі өнер студиясының кішкентай түлектері өздерінің өнерлерімен ауданымызда ғана емес, бүкіл ел көлемінде жақсы танымал болып келе жатыр. Міне бүгін осы мектептің түлегі Нұрлыбек Сапарбай Ақтөбе қаласынан үлкен жүлдемен оралды. Бүгін жерлестері оларды қарсы алу үстінде. Таяуда Ақтөбе қаласында Бақытты бала фестиваль конкурсының 2-ші маусымы өтті. Халықаралық байқау биыл облыс орталығының 150 жылдық мерейтойына орай қала әкімдігі мен Димаш Али продюсерлік орталығының қолдауымен ұйымдастырылды. Ресей мен Украина сынды жақын шетелді айтпағанда, Греция мен Канада сияқты шалғай елдерден келген 10 жастан 15 жасқа дейінгі 500-ден аса үміткер қатысуға ниет білдірген. Алайда байқаудың ақтық сынына тек 20 қатысушы ғана іріктелініп алынған. Солардың арасынан біздің Нұрлыбек те табылды. Сайыс шарты бойынша қатысушылар қазақ тіліндегі бір әнді жеке орындағаннан кейін дүниежүзілік хиттердің бірін таңдап, талантын дәлелдеуі тиіс еді. Жақында ғана өткен Бозторғай халықаралық байқауынан жүлделі оралған Нұрлыбек Сапарбай осы бәсекеде де алдына жан салмай жеңіс тұғырынан көрінді. Бірінші орынды жеңіп алып, 250 мың теңге көлеміндегі сертификатқа ие болды. Зор құрметпен жерлестері қарсы алған қуанышты сәт үстінде жүлдемен оралған шәкіртте, оның ата-анасы да, мерейі өскен ұстаз да алған әсерлерімен бөлісті. Дәл қазір керемет сезімде тұрмын. Ол жаққа Ақтөбе қаласына барып келу өте қиын болды. Және де ол орынды алу маған өте қиын болды. Бірақ мен осы орынды үміттендім аламын деп. Ол жерде 500 баланың ішінен 20 баланы суырып алып финалға шыққанның өзі жеңіс. Сондықтан біздің баламыз ол жерде өнерін көрсетті. Бәрі таң қалды. Жюрилер таза, дауыс, керемет дайындағансыз деп менің адресіме де жақсы әңгімелер айтты. Баламызды осы жеңісмен құттықтаймыз. Барлықтарыңызға да рахмет. Үлкен жеңістерің құтты болсын. Бәріңізге күтіп алғандарыңызға рахмет айтамын. Балаларға, балапандарымызға осындай Нұрлыбектің жолын берсін. Димаш ағасындай үлкен танымалы болсын. Қалбиба, сізге рахмет. Қарасай ауданы әкімінің атынан Қалбиба өнер мектебі студиясын құттықтаймыз. Сіз бүгін диплом алып келдіңіз. Бірінші орын Сабырбай Нұрлыбек деген есім келешекте бүкіл әлемге танымал есім болсын, бақытты бол. Әрине, бұл Қалбибі өнер студиясының соңғы жеңісі емес. Бірлігі жарасқан ұйымшыл ұжым әлі талай жетістіктер мен жанкүйерлерін қуантары анық. Ойлағым білмеймін, әйелім болады. Мен алмаймын. Сахар подорожал. Оны байқамадым. Енді Ресейдің тауарлары қымбат. Ет те қымбаттады, негізінен ет қымбаттады. Енді қазақ болғаннан ет көп жейміз ғой. И овощи, и продукты, и все подорожало. Продукты, лекарства, все. Мне 2 айдан бері айтты. Пенсия подорожать деді. Все, конец. Уже ертең барсаң, уже бірмеше күн 6 мың. Ет өте қатты қымбаттап жатыр. Қалған азық түліктерге де как-то постепенно бәрібір қосылып жатыр.